бағанағы историяның екінші часті. Короче, сөйтіп мен жылап тұрамын, мама қоя салшы деймін. Короче, мама қой деп еңіреп атап. Короче, ол ағай андай бүйтіп күшіктер бүйтіп нетіп қояды да, бүйтіп ұстап жүреді ғой, үй иесінің күшігі. Сөйтіп, короче, жүреді. И сөйтіп, мен жылап атам да, мама қоя сал. Короче, сөйтіп, ана ағай жағына андай несін кигізбеген далаға шыққанда, мен шыққанда. И бірақ мама барған кезде оның үйіне жоқ, лифтке барды сөйлесейін деп. И сөйтіп, короче, андай неме жаңағы нені алып шыққан ғой. Тем более бүйтеді, қорықпа деп. Мен айтам, ол жеңсейді ұнататынымда. Бірақ мен айтам, мен нервқа тигім келіп тұр деймін, кеш жақын. Бірақ кешкісін шыныма тиіп тұр. Менің дәл осында жеңсейіме қарап, жеңсей алып берсін, болмаса тігіп берсін деп. Бірақ жай бір ана бір адам келді, мамам папаға жасап бергелше Айдина бір ит деген еді болды. Бірақ кішкентай мынандай ит. Мен деген осындайдан ой туса. Бірақ мен ит мысық болсын қорқа берем. Бірақ күшіктерден қорқам. Кішкене үлкен иттер тиіспейді ғой, достар. Осы ойлаймын да мен. Мысық тиіспейді енді. Кішкене мысықтардан қорқамын. Артынан келіп алады тоже. Жынға тиеді ғой ертең. Сен пока бірақ айтып үлгермеймін. Жылап отырмын. Короче, папалар келеді да. Ата деген бір сарттар деген ағалар бар да. Пака деген емес. Сөйтіп, достар, ата бір сарттар аға бар да, соның досы болады. Соған жынды ма бір бәле. Мен еңіреп атам ол кезде. Сол кезде папа, ой қуасың ба қызым дейді. Мен ол кезде тупой болдым. Ал қазір мен ақылым. Мен 9 жастамын қазір, ал 8 жас. 8 жаста қандай болды, ал 9 жас кішкене нормально болған өз-өзім.